Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 2 сынып 102 сабақта өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы біздің жобамыз. Сабақты бастамастан бұрын балалар алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Бірінші тапсырмаға қарайық. Ауыз әдебиеті асыл қазына. Енді ауыз әдебиеті үлгілерін есіңе түсіріп көрсең, қайсысы таныс дейді? Біз жұмбақ дегенді, мақал-мәтелді, жаңылтпашты, ертегі, санамақты және бесік жырын білеміз, иә? Демек, осы жердегі мынау кесте бойынша, яғни әр ұяшықта көрсетілген осы үлгілерге қарап, қайсысын өзің білесің, соны бір белгілеп аламыз, иә? Бұл жерде бізге танысы жұмбақ, мақал-мәтел, жаңылтпаш, ертегі, санамақ және бесік жыры екен. Келесі бізде екінші тапсырма санамақ құрастырып көр. 1 дегенім, 2 дегенім, 3 дегенім деп берілген. Яғни санамақты әрі қарай жалғастыр дейді. 1 дегенім білім, 2 дегенім елім, 3 дегенім үкі, 4 дегенім түлкі, 5 дегенім балта, 6 дегенім алқа деп әрі қарай жалғастырып жазсақ болады екен, иә? Келесі үшінші тапсырма білім, еңбек, достық жайлы мақал-мәтелдер жинастыр дейді. Енді бірінші білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады, иә? Екінші еңбектенге байланысты еңбегі аздың өнбегі аз. Үшінші достық туралы досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Келесі бізде 4-ші тапсырма әдебиеттік оқу оқулығынан ертегілердің түрін біліп ал. Досы көпті жау алмайды деген мақалмен аяқталатындай ертегі құрастыр. Осы тақырыпта оқыған басқа да ертегілер есіңе түсір. Жұмысының нәтижесін сыныптастарының алдында қорғап бағала. Енді егер айналаңда достарың көп болса, сен ешқашан жалғыз болмайсың. Қиын жағдайларда олар сені әрдайым қолдайды. Сенің алдында қиындық тұрса да, бірге оны жеңуге болады. Сондықтан да халық даналағында досы көпті жау алмайды деген сөз өте орынды айтылған. Міне балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар балалар. Каналдан 4-ші сыныптың, 2-ші сыныптың математика, қазақ тілі пәндерінің және 3-ші сыныптың математика, қазақ тілі пәндерінің үй тапсырмаларын көріп, күнделікті бірге орындасаңыздар болады балалар. Сау болыңыздар.